Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге тауық етінің бүтіндей пеште пісіру тәсілін көрсететін боламын. Өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Тауық етінің дәмді болуы оның соусына байланысты. Сондықтан ең алдымен соусын дайындаймыз. Бізге керекті ингредиенттер ол 40 грамм майонез, 20 грамм горчица, 10 грамм сарымсақ, яғни чеснок, 5 грамм паприка, 20 миллиграмм сұйық май, яғни растительное масло. Тұз және бұрышын дәміне қарай қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мен тауық етін алдын алып тұзды суға салып қойдым. Шамамен 2 сағаттай тұрды менде. Енді біздің дайындаған соусымызды осы тауық етіне жағып шығатын боламыз. Жақсылап жағамыз. Сонымен қатар достар, тауық етінің жасалу жолының екінші түрі бар. Ол үшін бізге керекті ингредиент тек майонез бен курица для приправы. Өте оңай, тез жасалынады, дәмі өте керемет болып шығады. Бетін пищевая пленкамен жауып, шамамен 1,5 сағатқа тоңазғышқа салып қоямыз. Тауық етіміз маринатталып болды. 1,5 сағат өткеннен кейін 220 градуста, сонымен қатар 1 немесе 1,5 сағаттай пісіретін боламыз. Сіздерде егер осындай грильница болмаса, сіздер тауық етін қарапайым осы фольганың үстіне қойып та пісірсеңіздер болады. 1,5 сағаттай пісіресіздер, ондай жағдайда өте дәмді, керемет болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздерге жасауға кеңес беремін. Өзім дәл осы рецептпен жасадым. Және барлық адамдарға, үйдегі адамдардың барлығына ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін достар. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өзге де таңғы асқа арналған, түскі асқа арналған және кешкі асқа арналған рецепттерді көру үшін менің каналымдағы плейлист бөліміне өтсеңіздер болады. Достар, каналыма жазылғаннан кейін қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде алдағы уақытта жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып көретін боласыздар. Одан бөлек плейлист бөліміне барлық рецепт